Бұл сәлем берудің тарихы алғашында қалай басталған еді? Ойлайсыз ба, пайғамбарымыз дүниеден өтіп бара жатқан кезде маған келіп сәлем беріп тұрыңдар деп айтты деп? Ол кісі өйтіп айтуы мүмкін емес. Ол кісі дүниеден өткеннен кейін, Абу Бакр өткеннен кейін, Омар дүниеден өткеннен кейін, Омардың баласы Абдулла ибн Омар пайғамбарға ең қатты еліктеген сахаба. Сол осы пайғамбарымызды Абу Бакрды әкесін сағынғаннан кейін қабірлерін зиярат етіп бір күні келеді. Ең бірінші тарихта пайғамбарға сәлем берген адам сол кісі болады. Ол кісі бірақ басқаша сәлем береді. Келеді де айтады: Ассаламу алейка я айюхан набию ва рахматуллахи ва баракату. Аяулы пайғамбар, саған Алланың сәлемі, рахымы, берекеті болғай деп сәлем береді. Мына кісінің қасына келеді Абу Бакр: Ассаламу алейка я Абу Бакр Сиддиқ ва рахматуллахи ва баракату. Шыншыл болған Абу Бакр, саған Алланың сәлемі, рахымы, берекеті болсын дейді. Әкесі ғой мына Омар. Әкесінің жанына келеді, айтады: Я абата, ассаламу алейка я абата ва рахматуллахи ва баракату. Әкетайым-ай дейді, саған Алланың сәлемі, рахымы, берекеті болсын. Үшеуіңді сағындым ғой деп кеп тұрда енді. Осыдан бастап пайғамбарға және Абу Бакр Омарға сәлем беру деген үрдіс, сүннет, содан бері міне бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Бұл қияметке дейін тоқтамайды. Мына қалаға келіп атқан адамдардың мақсаты біреу ғана: пайғамбар Мұхаммедке сәлем беру үшін келіп жатыр. Әлемде ондай адам бар ма, қалай ойлайсыз? 24/7 365 күн сәлем беріп жатқан адам бар ма? Тірі адам бар ма? Дүниеден өткен адам былай тұрсын. Ондай адам болмаған, болмайды да.